Саламатсыңдар балалар. Бүгін бізде 98 сабақ тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер. Бірінші есепті шығар. Тігінші 4 шапан және одан 3 есе кем артық камзол тікті. Тігінші неше камзол тікті дейді. Шапан 4 тіккен белгілі, ал камзолдың неше тіккені белгісіз. Демек 4-ке 3-ті көбейтеміз 12. Жауабы тігінші 12 камзол тікті. Келесі есеп, екінші есебіміз. Тігінші 12 камзол тікті. Бұл шапандарға қарағанда 3 есе артық. Тігінші неше шапан тікті? Камзол 12, шапан белгісіз. 12-ні бөлеміз 3-ке тең 4. Жауабы тігінші 4 шапан тікті. Үшінші есеп, бір және екінші тапсырмалардағы есептерді салыстыр, қорытынды жаса. Бір мен және екінші есептер жанама есептер. Төртінші есеп, есепті теңдеу құрып шығар дейді. Күбіде 15 литр қымыз бар. Бұл торсықтағы қымызға қарағанда 3 есе артық. Торсықта неше литр қымыз бар? Күбіде 15 литр қымыз бар, ал торсықта қанша литр қымыз бар екені белгісіз. Демек, бізге торсық табу үшін торсықты y деп аламыз. Y көбейту 3 тең 15. 15-ті 3-ке бөлеміз. Y тең 5-ке. Теңдеуді тексеріп аламыз. 5-ті 3-ке көбейтеміз. Қанша болады 5-ті 3? Дұрыс, балалар, 15. 15 тең 15-ке. Торсықта, балалар, 5 литр қымыз бар екен. Бесінші есеп, жазбалар бойынша есептер құрастыр. Бірінші есептің шешуі. Арман 13 килограмм картоп, ал Асыл одан 10 килограмм кем картоп сатып алды. Асыл неше килограмм картоп сатып алды? Арманның 13 килограмм картоп сатып алғаны белгілі, ал Асылдың одан 10 килограмм сатып алды деп белгісіз болып тұр. Қанша килограмм сатып алған? Демек, 13-тен 10-ды азайтамыз. Тең 3. Асыл 3 килограмм картоп сатып алды. Екінші есептің шешуі. Асыл 10 килограмм картоп, ал Арман одан 3 килограмм артық картоп алды. Арман неше килограмм картоп алды? Асыл 10 килограмм картоп, Арман одан 3 килограмм артық деп тұр. Демек, 10-ға 3-ті қосамыз. Қанша болады, балалар? Дұрыс, 13. Жауабы 13 килограмм. Алтыншы есеп, теңдеулерді шеш. 5 көбейту S тең 35. S тең 35-ті 5-ке бөлеміз. S тең 35-ті 5-ке бөлсек 7 болады. Енді теңдеудің дұрыс екенін тексеру үшін 5 көбейтеміз 35-ке. Тең 35, 35 тең 35-ке. X азайту 19 тең 27 азайту 9. X азайту 19-ның өзін жаза аламыз. 27-тен 9 азайтсақ 18 болады. X тең 19-ды азайтамыз 18-ден. X тең 1-ге. X-ті таптық. Енді X арқылы қайтадан теңдеуді тексеріп аламыз. X орнына 1-ді қоямыз. Азайту 19 тең 27 азайту 9. 19-дан 1-ді азайтсақ 18. 27-тен 9 азайтсақ 18. Y қосу жақша ішінде 42 азайту 17 тең 34. Y қосу 42-ден 17-ні азайтсақ 25. 25 жазамыз тең 34-дің өзін жазып аламыз. Y тең, енді 34-тен азайтамыз 25-ті. Не үшін азайту? Себебі 25-тің алды плюс, теңдеудің артына өткен кейін ол минус болып өтеді. 34-тен 25-ті азайтсақ, Y тең 9-ға болады. Y-дің орнына 9-ды қоямыз. 9 қосамыз 42 азайту 17 тең 34. 34 тең 34-ке. Келесі 7-ші есепті теңдеу құрып шығар дейді. Торсықта 5 литр қымыз бар. Бұл күбідегі қымыздан 3 есе кем. Күбіде неше литр қымыз бар дейді. Бізге табу керек күбідегі қымызды. Y бөлінген 5 тең 3. Y тең 5-ті 3-ке көбейтеміз. Y тең 15-ке. Күбідегі қымыз 15 литр. 8-ші есеп, сөз жұмбақты шеш. Өрнектің атауы. Қосынды, тәуліктің бөлігі. Түн, арифметикалық амал, көбейту, сан 7, шама, ұзындық, геометриялық фигура, бұрыш, теңдік емес, теңсіздік. Тігінен қандай сөз шықты? Тігінен сүйінші деген сөз шықты.
9-шы есеп. Қай суреттегі үшбұрыштар саны артық? Бірінші бұрышта 13 бұрыш, екінші үшбұрышта 6 үшбұрыш бар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды балалар. Сау болыңыздар.